Кең байтақ қазақ даласының қай қиыры болсын өнерден ешқашан кенде болған емес. Соның ішінде Алтайдан Атырауға созылып жатқан ұшы қиыры жоқ сайын Сахараның кіндігі, арқа атырабы, атап айтқанда қасиетті Қарқаралы топырағы дарындарға ерекше бай. Қаз дауысты Қазбек биден бастап сөзге ұста, әнге шебер, сахнада саңлақ, дүлдүлдер мен бұлбұлдарды тудырған бұл өлкенің әр тасы ақын, әр бұтасы бұлбұл. Бүгін біз сол киелі топырақтан түлеп ұшқан, қасиетті өнерге арқа төрінен қанат қаққан айтулы тұлға, ұлттық сахна өнерінің мақтанышы, КСРО және Қазақ КСР халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Шолпан Исабек қызы Жандарбекова жайлы айтатын боламыз. Шолпанның туған елі Қарағандының мал шаруашылығымен айналысқан аудандарын ашаршылық жайлайды. Құдайдың құтты күні бір үйден адам намазы шықпай тұрмайтын. Ақыры ол қаза Шолпанның үйіне де жетті. Әкесі Исабек көз алдында аштан өліп, анасы Нұржамал жан ұшырып бұрындары сойылған ірі қараның терісін тауып әкеліп, күн сайын шетінен алақандай ойып алып, қайнатып, сорпа етіп, 3 баланы аштан өлтірмей алып шықты. Туып өскен жер жанатты дерлік Қарқаралдан тағдыр талайымен анасының төркіні Семейге көшеді. Тағдыр талқысын ерте көрген ол ерте есейеді, сергек те сезімтал болып өседі. Олар тұратын ауылға көшпелі цирк келіп, аяқ астынан ауырып қалған әртістің орнына кішкене көлбақа рөлін ауыл балаларының арасынан еті тірі, ойы ұшқыр Шолпан ойнайды. Бұл болашақ сахна жұлдызының өнер атты құдіретті әлемге алғаш сапары еді. Оқып жүрген кезінен қазақ драма театрына қабылданып сахнаға шыға бастады. Алғаш ойнаған рөлі Мұхтар Әуезовтің Сын сағатта спектакліндегі Рәш қыз. Жандарбекова отандық драматургтер пьесалары бойынша қойылған спектакльдерде басты рөлді орындап, мүсінді, сымбатты, ажарлы арулар галереясын жасады. Бұлардың ішінде Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебегіндегі Еңлік, Қара қыпшақ қобыландыдағы Құртқа, Абайдағы Тоғжан, Айман Шолпандағы Шолпан, Абай әні кинофильміндегі Мағыш бейнелері бар. Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқтыда, Қозы көрпеш Баян сұлуда, Алдар көседегі Қарашаш тағы да басқа бейнелердің ішкі иірімдері мен көңіл күй толғаныстарын нәзікте терең ашқан шеберлігімен Жандарбекова сахна өнері тарихында қалды. Әсіресе Ақтоқты бейнесін қайталанбас бірегейлікпен мүсіндеді. 1945 жылдан бастап Шолпан Жандарбекова киноға түсе бастады. Абай әнінде Мағышты, Махаббат дастанында Баянды, 1954 жылы Дала қызында Зияда рөлін сомдады. 1958 жылы Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігіне қатысады. 1968 жылдан әуелі Алматы мемлекеттік өнер институтында, кейін 1978 жылдан Қазақ ұлттық өнер академиясында мұғалімдік қызмет атқарады. 1983 жылдан бастап профессорлықпен шұғылданады. Жалпы алғанда Шолпан Жандарбекова шебер ойыны, табиғи дарыны мен өмірлік өнерлік үлкен тәжірибесімен ұлттық сахна өнерінің өркендеуіне, ұлттық актерлік мектеп көкжиегінің кеңеюіне мол үлес қосты. Оның бұл еңбегі өнері лайықты бағасын алып, ол Қазақ КСР еңбек сіңірген әртісі, халық әртісі, КСРО халық әртісі құрметті атақтарына, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығына ие болды. 2 рет еңбек қызыл ту орденімен және медальдармен марапатталды. Жаны сергек, шыншыл, адамгершілігі жоғары жан Шолпан Жандарбекова 2005 жылы дүние салды. Өмірінің соңына дейін белсенді поэзиясы бар тұлға болды. Ұлттық кәсіби театрдың, оның ішінде қазақ опера өнерінің негізін салушылардың бірі Аманбек Жандарбековтың өмір серігі болды. 4 бала тәрбиелеп өсіріп, немере шөбере сүйді. Сахнада да өмірде де әсемдікті, әдемілікті, яғни үйлесім жарасымды ту еткен, қазақ сахнасында көптеген рөлі, әсіресе Ақтоқтысымен аңыз болып қалған үлкен шебер, көрнекті актриса, ұлағатты ұстаз Шолпан Жандарбекованың өнері сан ұрпақтың рухани азығы.